Қазньюз 24 сатиралық паблигінің авторы Темірлан Еңсебек ұсталып 2 айға қамауға алынды. Бұл видеомда ол айыпталып отырған 1 жыл бұрынғы жазбасы туралы айтып берейін. Кеше 18 қаңтарда паблик авторы үйінде тінту жүргізілген. Бұл туралы алдымен белсенділер хабарлады, ал кейін оған қатысты 2 айға қамау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Бұл уақытта тергеу жүреді. Тергеу қылмыстық кодекстің 174 бабы, яғни әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік, діни алауыздық қоздыру бабымен іс қозғалған. Оны қолдаған қоғамдық белсенділердің бірі Русбекетов пикетке де шықты. Оны полиция ұстаған кадрлар таралып жатыр. Артынша оның адвокаты Жанара Балғабаева бұл іс бойынша сот онлайн түрде өтетінін хабарлады. Ал енді қай постқа бола сотталып жатқанын айтайық. Адвокаты Еңсебектің қамалуына «Йоу орыстар» атты ән түрткі болғанын айтты. Еңсебек осы әнді ресейлік тележүргізуші Тина Канделаки туралы сатиралық постқа салған. 2024 жылдың қаңтарында жарияланған пост осы. Онда Тина Канделаки нысанаға алынған. Ал қосқан әні «Йоу орыстар» деп аталады. Бұл әнде көптеген былапыт сөз айтылады. Ал мәтінде нағыз қазақ рэперлері Тинаға арнау жасаған деген сатиралық мән айтылған. Есіңізде болса, былтыр осы әнді орындаған Мария Кочнева 10 күнге қамауға алынған еді. Арыз шағымды паблик авторының үстінен өз айтуынша блогер Антон Бударов түсірген. Алайда адвокат Балғабаева тергеу Бударовтың шағымынан емес, қылмыстық қудалау органының рапортынан басталғанын айтып отыр. Енді заңгерлер бұл бап бойынша ең арысы 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы берілуі мүмкін дейді. Бір анығын сот айта жатыр. Ал бізде әшкере телеграм арнамыз бар, сонда бәрін жазып отырамыз, сілтеме профильде.